YouTube арнамызда тікелей эфир жалғасады көрермен, және дәл қазір жанымда Талшын. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Жақсы, өте керемет. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Жарқырап тұрсыз бүгін. Рахмет, өзіңіз де. Рахмет. Сіз жаңа мен қалыңмал сұрамаймын дедіңіз. Бұл енді осыған дейін отбасы болғанның нәтижесінде деп ойладыңыз ба, әлде жалпы бұл нәрсеге өзіңіз қарсысыз ба? Жоқ, мен ешқандай қарсылығым жоқ. Кім не сұраса да маған бәрібір. Мен өз тарапымнан айтатын болсам, мен ешкімнен ештеңе сұрамаймын, өйткені менде бәрі бар. То есть жаңағыдай маған жігіттің айтқандай жаңағыдай дәрежесі менімен бірдей болу керек. Яғни, если мен мысалға осындай айлық көзін табатын болсам, мысалы 10 миллионда да, ол да таба білу керек деген сияқты, дәрежесі менімен бірдей болса болды деген. Ал қалыңмал жағынан келетін болсақ, ол жағын, наверное, жаңағыдай, білмеймін, мен жаңағыдай сұрағым келмейді. Өйткені менде бәрі бар болғаннан кейін не үшін сұрайым біреуден деген сияқты ғой. Жақсы. Бұл жерде енді ертеңгі тойға дайындық басталды. Сырға салу болайын деп жатыр. Екі жақ осы жерде танысу болады. Жалпы қыз баланың толқынысын естіп отырсыз, Гүлбайра өзінің ойын жеткізіп жатыр. Сіз не айтар едіңіз бұл тарапта? Жалпы біз реклама кезінде сөйлесіп қалған болатын. Біз сол кезде айтқан жаңағыдай Дихан Гүлбайраның үйін подаркиге толтырып тастаған деген сияқты қылыпты. Соны жаңағыдай Диханға айтып жатыр. Неге айтпайсың эфир барысында осы жөнінде десе, Дихан айтады, мен мақтанған жақсы көрмеймін деп. Соған қарағанда мен Диханды кішкене андай, ішімде андай не болып қалды да, жаңағыдай мақтаныш сезімі болып қалды. Жігіт деген осындай болу керек деген сияқты. Сол жөнінде мен жаңа айтып өткен болатынмын, Диханның өзі айтпағаннан кейін. Жалпы мен ойлаймын, екеуінен өте жаңағыдай күшті пара шығатын сияқты алдағы уақытта. Жаңағы ең бастысы екеуінің сыйластығы, және де алға қарай басқа жаңағыдай бірге қадам басуы деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді Дихандай жігіт тауып, Гүлбайра басында бағы бар деуге болатын шығар. Гүлбайра да жаман емес, жаңағы барынша осы махаббат хикаясында күреске түскен қыздың бірі болған деп айтқым келеді. Соның арқасында шығар екеуінің махаббаты жеңіске жетіп, осындай нәтиже беріп жатқаны. Және енді бұл жерде күйеу бала ретінде қандай дайындық керек? Ертеңгі таныстыққа қалай ойлайсыз? Шынымды айтсам, күйеу бала ретінде білмеймін қандай екен, бірақ мен өзім ана ретінде айта аламын, қыз беру өте қиын сияқты. Өйткені сен жүрегіңнің жартысын жұлып бересің да, ол өйткені сен қызыңа жаңадай өсіргенің бар, өндіргенің бар, қаншама уақыт мысалға да. Мен бұрын түсінбейтінмін негізінен. Қазір мен түсінем аналардың жағдайын. Өйткені жаңағы қасыңдағы бір желбіреп жүрген жалауың басқа үйде болатын болса, кішкене көңілің андай болады. Маған барған сайын мама деп қызым күтіп алады да менің алдымнан. Ертең мысалға ол басқа бір үйде болғаннан кейін кішкене көңіліңде жабырқау болады деген сияқты ғой. Сондықтан бұл жерде ақшаның қанша беру мәселесі емес, сен сондай бағалап өсірген қызыңды бергенің сияқты да. Ертең мысалға мен де күйеу балам болатын болса, болашақта мен де сұрамаймын, ең бастысы екеуі бақытты болса болды деймін. Қызыма барынша тәрбиемді жаңадай материальный жағынан болсын, басқа жағынан болсын толықтай беруге тырысам. Ең бастысы мен күйеу балама қоятын талабым менің қызымды жылатпай алақанына салса екен деген сондай мәселемен. Және де мына жерде тағы да бір моментті қозғап кетейін деп едім. Жалпы аналар деген жаңа алаяқтық жөнінде айтып жатыр, любой ана ондай нәрсеге бармайды. Өйткені әрбір ана өзінің баласы үшін қорқады. Сен өзің үшін қорықпай баруың мүмкін любой нәрсеге. Но бірақ артыңда балаң тұрғаннан кейін, сенің ертең балаңа зиян тиіп кетеді ма деген нәрсемен, сен ондай бір нәрсеге баруға қорқасың. Өйткені сен артында бір адамға ответственныйсың. И ол адам сен дүниеге алып келдің ба, енді оны сен алға қарай жаңағыдай аяғынан тұрғызып жіберуің керек та, ол да ананың міндеті. Сондықтан бұл жағына кішкене айтпаса екен деп ойлаймын. Жақсы, өте орынды айттыңыз, келісемін. Енді дәл қазір Гүлбайра мен Дихан ортада ары қарай тікелей эфир жалғасады.